Сәлем, достар. Сізде ұзақ отырғаннан кейін арқаңыз ауыра ма? Жауырын тұсыңызда тартылу, ашу немесе сыздау бар ма? Бүгін біз арқа жауырын тұсының ауыру себептері, емдеу жолдары және үй жағдайында не істеуге болатынын толық айтып береміз. Видеоны соңына дейін көріңіз, пайдалы кеңестер күтіп тұр. Бірінші бөлім – аурудың негізгі себептері. Жауырын тұсының ауруына көптеген себептер болуы мүмкін. Ең кең таралғандары: 1. Дұрыс отырмау, ұзақ уақыт компьютер алдында еңкейіп отыру. 2. Бұлшықеттің шамадан тыс керілуі, ауыр зат көтеру, спортта дұрыс жүктеме алмау. 3. Остеохондроз, мойын мен арқа омыртқаларының өзгеріске ұшырауы. 4. Психологиялық күйзеліс, стресс кезінде арқа бұлшық еттері тартылады. 5. Ішкі ағзалар аурулары, жүрек, өкпе немесе өт қабының аурулары да арқаға әсер етуі мүмкін. Ескерту: егер ауырсыну сол иыққа, қолға беріліп, тыныс алуға қиындық туғызса, бұл жүрекпен байланысты болуы мүмкін. Ондайда дереу дәрігерге жүгіну керек. Екінші бөлім – үй жағдайында емдеу тәсілдері. Егер ауырсыну қарапайым шаршаудан немесе бұлшық ет керілуінен болса, мынадай үй жағдайында көмектесетін әдістерді қолданып көріңіз. Жеңіл жаттығулар мен созылу. Қолды жоғары көтеріп, жауырыннан артқа қарай созылыңыз. Жауырынды айналдырып, артқа және алға айналмалы қимыл жасаңыз. Мысық жаттығуы: 4 аяқтап тұрып, арқаны жоғары көтеріп, кейін иіп, босаңсыту. Жылы компресс немесе жылы душ. Бұлшық еттерді босатып, қан айналымын жақсартады. Жеңіл массаж. Өзіңіз немесе жақындарыңыз жауырын маңындағы бұлшық етті жайлап уқаласа, ауырсынуы жеңілдейді. Халық емдері: алоэ вера гелі, балмен жеңіл уқалау. Тұз қосылған жылы сулы компресс қабынуды басуы мүмкін. Үшінші бөлім – қашан дәрігерге көріну керек? Егер арқа жауырын тұсындағы ауырсыну бірнеше апта бойы кетпесе, дем алуға қиындық тудырса, түнде жиілесе, иыққа, қолға беріле бастаса, онда бұл жай шаршау емес, омыртқа не жүйке жүйесінің ауруы болуы мүмкін. Міндетті түрде дәрігерге қаралу керек. Төртінші бөлім – алдын алу жолдары. Ауырсынуды болдырмау үшін: компьютер алдында дұрыс отырыңыз, арқа тік, иық төмен. Әр 40-60 минут сайын үзіліс жасап, жаттығу жасаңыз. Күнделікті физикалық белсенділік ең тиімді ем. Ұйқы кезінде жастығыңыздың биіктігі мен төсек қаттылығына мән беріңіз. Қорытынды: арқа мен жауырын ауруы көп жағдайда біздің өмір салтымыздың салдары. Күнделікті кішкентай әдеттерді өзгертсек, арқа ауырсынуынан құтылуға болады. Ең бастысы мөлшермен қимылдап, өз денсаулығыңызды бақылауда ұстау. Бұл кеңестер сізге пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылыңыз. Пікірде сізде арқа ауруы қаншалықты жиі кездеседі деп жазыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.